Барлықтарыңызға сәлем. Мен алдында уәде еткендей, бүлдіршіндерімізге керемет сыйлық жасаймыз. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ең алдымен біздерге осындай түрлі түсті қатты картондар керек болады. Және осылай карандашымызға жіпті орап, саусағымыздың ұшымен қағазымыздың бұрышын басып тұрып, осылай сызып аламыз. Одан кейін картонымыздың сызған жерінен бастап, осылай қайшымен қиып аламыз. Одан кейін мен осындай отқа төзімді клиптер дегенді қолдандым. Яғни әрқайсыңыз қалауыңыз бойынша кез келген салфеткаларды немесе кез келген файл пакеттерді қолдансаңыздар болады. Жалпы осыны қолдансаңыздар өте ыңғайлы және әдемі болып шығады. Одан кейін біздерге пистолетті клей керек. Яғни пистолетті клеймен осы пакетті жабыстырып шығамыз. Одан кейін осылай кішкене қағазымызды сындырып алып, осылай клейімізбен, ыстық клейімізбен жәймен құйып жабыстырып шығамыз. Әрқайсыңыздың өз өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жабыстырып шығасыздар. Одан кейін қағазды сәндеу мақсатында осылай кез келген моншақтармен немесе наклейкалармен немесе шілтер маталармен өте әдемі етіп, өз қалауларыңызша қағазды сәндеулеріңізге болады. Одан кейін дайын болған бомбоньеркаларыңыздың ішін кез келген тәттілермен немесе ойыншықтармен әрқайсыңыздың өздеріңіздің қалауыңыз бойынша осылай бомбоньеркаларыңыздың іштерін толтырып, әдемілеп, сәндеп шығасыздар. Одан кейін осылай кез келген лентамен қапшықтарымыздың аузын түйіп шығасыздар. Яғни бұл бомбоньеркаларды кез келген жас тойларға, мерейтойларға таптырмас тойбастар болып шығады. Яғни балаларыңызға туылған күндерінде сыйлық ретінде берсеңіздер де өте әдемі. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және арнама тіркеліп,
қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі келесіде мен сіздерге шоколадпен жұмыс жасауды үйрететін боламын және туылған күндерге дастарханның сәні болатын кез келген жұмыстарды көрсететін боламын. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар, себебі келесі видеолар тек қана менің көрермендеріме ғана, яғни менің арнама тіркелген көрермендеріме ғана көрінетін болады.